Болатбек пен Алмас қалың ойға шомды. Бұл не деген бассыздық? Оны тоқтататын күш жоқ па? Тиісті құжаттарға қол қойдырған соң екеуі қалаға қайтты. Ертесіне ізшілер департаментке келді. Криминалды полиция басқармасының екінші шұғыл жасағы адамдарға қарақшылық шабуыл жасаған қылмыстық топты құрықтапты. Олар бірнеше эпизод бойынша айыпталып отыр. Шефтің бұйрығымен жазықсыз бір жігітті де жайратып кеткенбіз. Қасында бір өрімдей қыз бар еді, дегенді айтыпты. Қылмыстық топ басшысын қыспақ қалғанда үлкен кісінің ұлының есімін атаған. Бірақ облыстық прокуратурада, облыстық сотта Оңласбекті тұтқындауға санкция беруге тайсақтады. Бұл істе ашылмай қалмаса жарар еді, деп басқарма бастығы күйіп пісті. Кенже қызметтік бөлмесінде әрі-бері теңселіп жүрді де қойды. Темекі тұтатып, түтінін құшырлана сорды. Басқа өлік ұрланған соң сөз жатады ма? Осы жан түршігерлік іс министрлікке дейін жеткен. Қылмыскерді тез табыңдар, деген бұйрық сағат сайын дегбірдалады. Алмас пен Болатбек Бесқұдыққа бастықтың рұқсатынсыз тағы да тартып кетті. Сорлы қыз үйден шығудан қалыпты. Жүзі құп-қу болып кеткен. Сүзектен тұрған адамдай дел-сал. Екі жағы суалып, екі иығы қушиып жүдеп кетіпті. Жедел уәкілдер жергілікті тұрғындардан ауылда бейсауат жүрген жан көздеріңе түспеді ме деп сұрастырып көрді. 2 күн болыпты, ауылға бір шетелдік автокөлік келіп, күні бойы Жомарт қарияның үйінің маңында қаңтарылып тұрады екен. Ал қалай ымырт үйірілді, солай қалаға қайтатын көрінеді. Бұлар сол көлікті күтпекші болды. Олар ауылды бекерден бекер торуылдап жүрген жоқ. Ақыры күткен көлік те көрінді. Шетелдік қымбат көлік ауыл ішін асықпай аралап шықты да, Досымбай қарттың қорасынан өте бере кілт тоқтады. Одан әрі Жомарттың үйі қашық емес еді. Алмасбек пен Болатбек ауылдағылардан Жигули автокөлігін сұрап алды да джипке жақындай түсті. Салондағылар құдалыққа келгендей арқа-жарқа, қолдарында бір рюмке. Азаматтық формадағы полицейлер автомашинаға тақап келіп есікті ұрды. «Не керек саған?» деп еңгезердей біреу дүрсе қоя берді. «Есікті ашыңызшы, сөйлесейік», деді Алмас. «О, әңгіме бар» дейді. «Ол қандай әңгіме?» деп әлгі еңгезердей жігіт көліктен түсті. Осы кезде Болатбек оның қолын қайырып үлгерді. Өзі жүдә қарулы немекен, қолына кісенді әрең дегенде салды. Іште тағы 2 жігіт отыр екен. Сырттағы арпалысты көрген олар да сыртқа атып шықты. «Қолдарыңды көтеріңдер, атамын», деп Болатбек алдарына пистолет кезеніп тұра қалды. Джиптен түскен екеу қолдарын белдеріне апара берді де тұрып қалды. Жергілікті учаскелік полиция инспекторы Данияр екеуінің беліндегі пистолетті суырып алды. Көліктің артқы жүк салғыштан әскери атыс қаруы табылды. «Бесқұдыққа не үшін бардыңдар?» деп сұрады оларды департаментке әкелген соң. Үшеуі де бірінің аузына бірі түкіріп қойғандай, «Таудан аң аулайық деп едік» деуден жаңылмайды. «Жарайды», деп келісті Болатбек. «Онда заңсыз қару ұстап жүргендерің үшін бәрібір сотталасыңдар. Бұл үшеуін 3 камераға апарып, тық әуселесін, сосын көреміз», деді Кенже. Ертесіне ұсталғандардың бірі өздерін шефтің жұмсағанын мойындады. «Қызды қалайда қалаға бір тал шашын түсірмей, аман-есен жеткізіңдер. Арғы жағын өзім білемін», депті шефтері. Алғашысында батырсынған қалған екеуде қызырлауға барғанбыз деп түсінік берді. Олардың әлі де әлеуетті бір күшке сеніп жүргендері сөздерінен де, жүріс-тұрыстарынан да аңғарылатын еді. Оңласбектің 2 қылмыстық тобы құрықталды. Прокурор мен сот төрағасы енді қандай себеп ойлап табар екен, деп Кенже әріптестеріне қарады. Сол күні департамент бастығына анықталған жайтты түгел баяндады. «Ұсталғандар ана кісінің ұлын атағысы жоқ. Бәрін өзіміз істедік деп бет бақтырмай отыр. Енді не істеуіміз керек?» деп Кенже полиция генерал-майорына сұраулы жүзбен қарады. Ол оңбағанды қылмыс үстінде ұстағаннан басқа амал жоқ. Оның әкесінің құрығы ұзын. Сондықтан да прокурор да, сот төрағасы да тайсақтап отыр, деді департамент бастығы. «Бұлай шашыла бермеуші едің, сірә қанжығаң майланып қалған секілді ғой. Тиын санап жүретін тіленшедің, мына шалқуыңа қарағанда жерден жеті қоян тауып алған сияқтысың», деп Құттық бөтелкесіне бір көзін сығырайтып
сынай қарады. Бекбай бөтелкесінің тіленші деп кемсітіп отырған көңіліне алған жоқ. Алуға хақысы да жоқ еді. Оның көрінгеннен 20 тиын, 30 тиын сұрап жүретін бәрі біледі. Бекбай атына қайыршы деген тіркес қосылғалы қашан. Өзінде жібі түзу киімі де жоқ. Алқа-салқасы шыққан ескі құсқы күпәйке, бұзаушыға айналған жыртық-жыртық бәтеңке, май сіңген малақай басынан қысы-жазы түспейді. Жаз бойы қай жерге жетіп құласа, сонда түнеп шығады. Ал қыста иесіз үйлерді жертөлені паналайды. Үсті-басы сасып кеткен, одан адамдар сырт айналып өтеді. Енді міне, сол Бекбай қайыршы достарын арақпен сыйлап отыр. Ішіңдер, жеңдер, бүгінгі спонсорларың менмін деп қалды көкірегін ұрғыштап. Әй Бекбай, сен сатушымен бір есептесіп қойшы осы. Қазір теңгең жетпей қалып, бізді сорлатарсың, деп Салқынбек күдік айтты. Бұл сөз Бекбайдың шымбайына батып кетті ау сірә, тыржың ете қалды. Сосын кір-кір көйлегінің төс қалтасынан 1000 теңгелік, 500 теңгеліктерді алып көрсетті. Өмірінде қалтасына 200 теңгелік түсіп көрмеген Салқынбек пен Құттық аңтарылды да қалды. Көздерінде мынау қалай байып кеткен деген сауал бар. Бөтелкелестер бірінің бірі көзінің астымен қарап қойды. Бір-біріне көзін қысты. Мұнысы мына мақауды сарқып шейік дегендегісі еді. Олардың дастарханында арзан қол арақ тұрды. Бірер туралған нан, аздаған қияр мен пияз жатты. Осының өзі бұлар үшін орасан байлық еді. Біріне бірі алып қой, жарайсың, осындайда ішпегенде қайда ішеміз деп отырғанда үшеуінің де есін есек теуіп кетті. Енді естерін есек тепкен соң қойсын ба, бірімен бірі сөз жарыстырып мықтымси бастады. Кімді қалай ұрып жыққандарын, бұрын қандай қызмет атқарғандарын, ойрандалған отбасыларын айтып, сүт пісірімдей уақыт бөсті. Жалқы рет пайдаланып стаканмен тағы бірден тастап алғанда, көз алдарда тұмандана бастады. Бәке, бәлсінбесеңізші, мына байлық қайдан келді? Деп сұрады Салқынбек, бөтелкелестің бұрандалары босай бастағанын біліп. Тісімізден шығармаймыз деп ант су ішсеңдер айтайын, деді Бекбай. Ойбай-ау, досымыздың жан сырын жалпақ жұртқа жариялап, бізді жын ұрып кетті дейсің бе? Онда тыңдаңдар, бұл өте құпия. Құпия деген сөзді естіп, Құттық пен Салқынбек оған тақала түсті. Бекбай стакандарға жағалай арақ құйып шықты. Сен негізі мықты жігітсің. Атыңның өзі неге тұрады? Бексің, әрі байсың. Мұнда есімен адам деген үнемі осылай жомарт болу керек қой, деп Құттық оның қолтығына су бүрікті. Ащы судың тепкісі оның онсыз да құрғай бастаған миын мең-зең еткізіп тұр еді. Ол енді сақтықты, қожайынға берген сертін жадынан шығарып алды. Әзәзіл арақ оның өмір бойы ойлауға да қорқатын қылмысын өз аузынан айтқызды. Ол қылмысын ерлік жасағандай мақтаныш сезіммен бастады. Бір ақымақ біздің әр қайсымызға 50.000 теңгеден берді. Біз үшеу едік. Қаратөбеден әлдекімнің мәйітін қазып алып, басқа қабірстанға апарып көміп тастауымыз керек. Ол бір алыстау ауыл, моласы бір шоқыда. Мұндан қанша адам жерленгенін біліп жатқан ешкім жоқ. Қойшы сонымен, аспанды бұлт бүркеп тұрған қою қараңғыда жолға шықтық. Мәйітті алып шығу аса қиын болған жоқ. Бірақ оны басқа қорымға қоюға қатты қиналдық. Өйткені қара суықта көр қазу оңайға түскен жоқ, деп Бекбай бір стакан арақты өңешіне тастап жіберді. Өлікті бір моладан екіншісіне ауыстырудың не қажеті болды сонда? Деп Салқынбек таңданды. Оны мен қайдан білейін? Теңгесін төледі, біз тапсырманы тастайтып тындырдық. Енді сол олжаны сендермен бөлісіп отырмын, деп Бекбай қоңырайып қойды. Осы бізге неге сондай табысты жұмыс табылмайды екен? Өткенде бір бай үйіне апарып, 2 апта жұмыс істетті, белден бері қалмады. Сондағы берген 3000 теңге ғана әрқайсымызға. Қазір ғой адамдар сараң болып барады. Қыстығыны қар сұрасаң бермейді-ау, бермейді, деп Құттық өз-өзінен күйіп пісті. Сосын жартылай босаған бөтелкеден стаканына толтыра арақ құйды да жандағыларға ал деместен бір өзі тартып жіберді. Артынша Салқынбек пен Бекбай стакандарға қол салды. Бөтелке ішіндегі арақ сарқылған еді. Салқынбек пен Құттық тағы да әкелер мекен деп Бекбайға қарағыштады. Аяқтарынан әзер тұрса да тағы ішкілері бар. Енді бір бөтелке болса қатып кетер еді, деді Құттық. Теңге таусылды, деп Бекбай қыпақтады.
Әй, сен жаңа ғана қожайыннан 50.000 теңге алдым деп едің ғой. Мына самопалдарға әрі кетсе 1000 жарым теңге кеткен шығар. Қалған ақша қайда? Деп Салқынбек сұрланып орнынан атып тұрды. Қарыздарыма бердім, деп Бекбай оңай құтылып кеткісі келді. Өтірікті соқпа, жаныңның барында қалған шығар қалтаңнан, деп құттықта құтырынып шыға келді. Бекбай тұра қашпақ еді, бөтелкеге шалынып құлады. Дәрменсіз дүмбілездер ауыздарынан ақ ит кіріп, қара ит шығып, бірін-бірі балағаттап, ұмар-жұмар алыса кетті. Кімді кім ұрып жатқан біліп болмайды. Салқынбектің қолына бөтелке ілікті. Ол Бекбайдың басынан бөтелкемен аямай салып қайды. Маңдайы қарс айрылған Бекбай көз аларып талып қалды. Ойбай, өлтірді. Мына қаншелер бірін-бір түтіп жейме қайтеді? Полиция шақырыңдар. Тәлтіректеген үшеу алысқа ұзай алмады. Әлден соң олар жол патрульдік полициясының қолына түсті. Салқынбек сарнап отыр. Ол өзінің кім болғанын, қалай қаңғыбастыққа ұрынғанын жасырған жоқ. Төбелестің неден басталғанда бүкпеді. Сөйтіп отырып, Бекбайдың арамақшаны қалай тапқанды айтып қойды. Тергеуші Бекбайды өзіне шақырды. Үстінен күлімсі иіс шығатын оның қасында отыру мүмкін емес. Тергеуші Ержан сонда да шыдап бақты. Күдіктіден жауап алып, хаттамаға қол қойдырды. Ертесіне жедел уәкілдер, тергеушілер, криминалистер Бекбай көрсеткен қабірстанға келді. Олар жерді терең қазалмапты. Марқұмның денесін топырақ басып қалыпты. Жер салқын болғандықтан шығар, мәйіт бұзыла қоймапты. Мешіттен имам шақыртылды. Жасұланның әкесі Жанайдардың жүрегі шыдас бермеді. Оны жедел жәрдем машинасымен ауруханаға жөнелтті. Мәйіт қайта жер қойнауына тапсырылды. Бекбай арқылы серіктері де құрықталды. Олар да маскүнем біреулер болып шықты. Жора дегені жұмсаған адамды танымаймын деді. Міне бұл Оңласбектің 3-ші қылмыстық тобы. Азғын неме кімдермен сыбайлас болмаған, деп Кенже кіжінді. Енді неге қарап отырмыз, деді Болатбек шыдамсызданып. Ол қорқауды құрықтайтын күнде алыс емес, деді Кенже. Қазір барып ұстап әкелсек қайтеді, деді Алмас. Ықпалды топтың қылмысты ашуға кедергі келтірген ұмытпа. Олар қарап отырады дейсің бе? Ертең-ақ үстіңнен арыз айдайды. Түрлі тосқауыл ұйымдастырады. Қылмыстық іс құрамынан үлкен кісінің ұлын алдырып тастайды. Бұған олардың шамасы жетеді. Біз іс қозғағанмен сотта ақтап алулар мүмкін. Сондықтан әліптің артын бағайық. 3 тобы да құрықталған ол, енді жаралы жартқыштай еш нәрседен тайынбайды, деп Кенже әріптестерін сабырға шақырды. Ат жаманы жолда қалдырады, жолдас жаманы жолда қалдырады деген осы. Адам деген осындай азғындарды жолдас етеді ме? Енді міне, озбыр Оңласбектің бандиттері бірінен соң бірі әшкерленіп жатыр. Әттең, билік менің қолыма тисе ғой, қанша жерден әкесі мықты болса да баласын ұстап әкеліп сазайын берер едім, деді Алмас ызадан жарылардай. Жазаны тағайындайтын сен емес, сот. Сондықтан істі бұлтар алмастай етіп соңына дейін жеткізуіміз керек, деді Кенже. Жиналғандар тегіс осы түйінді сөзді мақұлдағандай үнсіз қалды. Үнсіздік келіскендіктің белгісі. Қане, іске кіріселік, деп Кенже орнынан тұрды. Жаңа жыл қарсаң еді. Желтоқсанның соңғы күндері ұлпа қар үсті-үстіне жауып, жол біткенді жауып тастады. Қалада көлік кептелісі көбейді. Түн болса да ызғарлы. Көше бойындағы ағаштарға дейін шам іліп тастаған. Жол бойы қойылған жасанды шыршалар да қала түніне ерекше бір сұлулық қосады. Мереке қарсаңы болғандықтан да түні бойы жастар қыдырыстап жүреді. Қалалықтар таяп қалған жаңа жылды қарсы алу қарбалысында. Төңіректегі тартымдылық пен әсемдік, ғажап көріністер, сұлулықтан да шығарау, тұнжырап бара жатқан адам таппайсыз. Бірақ жұртшылықтың барлығы шаттыққа шомылып жүрген шапағат сәттер мен үмітті күндерде алаңдап жүрген осындай бір шоғыр қызметкерлер де бар. Олар полицейлер. 3 бірдей қылмысты топ құрықталғанмен қылмыстық істі сотқа өткізуге деректер әлі де жеткіліксіз. 3 бірдей қылмыстық істі біріктіруге әлі де айғақты деректер керек. Оның үстіне осы қылмыстық істі жабуға тағы бір мүдделілер бар сияқты. Құрығы ұзын көрінбейтін кісі кім? Оңласбектің әкесі тағы кімді байлап алған? Бұлар да жұмбақ. Жыл соңында ашылмаған қылмыстың көбейіп кетуі сақшыларға сын. Сабылысқа толы сарсаңды күндердің бірі еді. Полиция кезекшісіне тамаша мейрамханасында атыс болып, бір адамды өлтіріп, екіншісін жаралап,
қарақшы қашып кетті деген шұғыл хабар түсті. Кенже бастаған шұғыл топ оқиға орнына келгенде жұрт үрпиісіп тұр еді. Кеудесінен оқ тиген жігіт шалқасынан жатыр. Жараланғаны әлсін-әлсін ыңыранып қояды. Ізшілер жиналғандардан осы қылмыстық оқиғаны кімдердің көргенін сұрастыруға кірісіп те кетті. Мен машинаның номерін жазып алдым, деді мейрамхана күзетшісі. Кенже барлық бекетке машина номерін хабарлады. Ішіндегі адамдардың қарулы екенін ескертті. Ауруханаға барған жедел уәкілдер жаралы жігіттен жауап алып үлгерді. Ол ықпалды кісінің ұлын атаған. Ерегіс өзара келіспеушіліктен туындапты. Қымбат көлік мінген қылмыстық топты Арлан арнайы жасағы Қордай асуында құрықтады. Тергеуші алдында Оңласбек отыр. Божбан қараның көздері мұншалықты зәрлі болар ма? Божыр беттеріндегі түгіне дейін тікірейіп кетіпті. Қолындағы кісені болмаса тергеушіні екі бүктеп, тепкілеп тастағысы бар. «Я, айта бер», деді тергеуші. «Айтатын түгі де жоқ, осыларың үшін өкінесіңдер әлі. Бәріңді де аяғыма жығып, жалындырамын», деді күдікті гүр ете түсіп. Алдында адам емес, аю отырған сияқты. Бірақ аюға намаз үйреткен таяқ емес пе еді? Қазір ғой күдіктіні ұрып соғып мойындатуға жол берілмейді. Мұндайда жедел уәкілдің, тергеушінің терең тәжірибесі керек. «Сонымен, Оңласбек мырза, Гүлбаршынды не үшін өлтірдіңіз?» деп тергеуші жорта сұрақ қойды. Оңласбек аюдай ақырып, кісенді үзіп жібере жаздады. Басымен қабырғаны соққанда цемент сылақ опырылып түсті. «Оны өлтірген мен емес, мен оны сүйемін ғой, қалайша өлтірмекпін? Тергеуші мырза, мені тым болмаса бір күнге босатыңызшы, Гүлбаршынды өлтірген адамның басын кесіп әкеліп алдыңызға тастайын», деді ол. «Сіз оны сүйеді екенсіз ғой», деп қойды тергеуші. «Жанымнан артық көремін». «Ендеше оның жігітін неге өлтірдің?» «Бәріне өзі кінәлі, оның жанына жолама», деп қанша рет ескерттім, тыңдамады. Ашу үстіне күдікті қылмысын өзі мойындады. Болатбекке ары қарай суыртпақтап сыр тарту қиынға соқпады. «Жас ұланның мәйітін неге ұрлаттың?» деді тергеуші. Төбінде бір тұтқындалатынымды түйсігім сыбырлады да тұрды. Мені жұмсаған адамдарым бірінен соң бірі ұстала берген соң өзімше қулық ойладым. Егер қорымнан мәйіт табылмаса, демек қылмыста жоқ деп ойладым. Оның үстіне Гүлбаршының меңіреу молаға бара беруі маған ұнамады. Ашық қалған моланы көріп көңілі суысын деп ойладым. Сосын оны байлықпен өзіме қарату оңай деп санағанмын. Оны да біреу өлтіріп кетіпті ғой. Енді маған мына өмірде ешқандай мағына қалған жоқ. Өмір сүргім келмейді. Сұрағыңызды қоя беріңіз, тергеуші мырза. Бәрін де мойындаймын, деп еңгезердей жігіт еңкілдеп жылады. Тергеуші оны мұқият тыңдады. Кенже түні бойы дөңбекшіп ұйықтай алмады. Оның ойы 30-ға, қиялы 40-қа бөлінді. Қылмыскерлер құрықталды. Іс осымен бітті деуге әлі ерте сияқтанды да тұрды. Прокурор неше түрлі кедергілер келтірсе қайтпек. Қызмет бабында білместен біреудің аяғын басып кетсе, ертеңгі карьерасына кедергі келтірушілер көбейеді. Дұшпан арттырады. Мұның соңы қызметпен қоштасуға әкеліп соғады. Былтыр ма, әлде алдыңғы жылы ма екен, өзінің жекеменшік автокөлігімен адам қағып, оған көмектесу орнына қашып кеткен бір қылмыскерді құрықтаған. Оны сотқа дейін жеткізу ақырет болды. Өйткені ана жер анықталмаған, мына жер дұрыс сараланбаған деген желеумен іс басқармаға бірнеше рет кері қайтарылды. Ақырында Кенже мен прокурор арасында алауыздық туындады. Сөйтсе, әлгі адам қағып өлтірген қылмыскердің әкесі аспанды тіремесе де облысқа сөз ететін ықпалдылардың бірі екен. Мұндай кландармен келігісу түбінде жақсылыққа ұрындырмайды. Ақырында адам өлген жақтан кешірім алып, істі қысқартып тынды. Мұндай жағдайлар ара-кідік кездесіп қалады. Бүгінде құрығы ұзындар көбейген заман. Астанаға дейін алашапқын болатын ағайындар әлі де көп. Олар қылмыскерлерді құтқарып қана тыншса, басыңдағы бөркіңді аспанға тасын ғой. Істі жүргізген, оған қол қойғандардың барлығына ата-бабаларынан қалған кегі бардай өшіге келеді. Сосын қыбын тауып сүріндіруге бел шеше кіріседі. Кенженің де талай әріптесі осындай кекшілдердің құрбаны болды. Бір басқарманың бастығына пара алды деген жала жауып, соттатып та жіберді. Тегі қылмысты ашық жасайтындардан көзге көрінбей қақпан құратындар әлде қайда қауіпті. Қардың, шөп-шаламның астына жасырынған қақпан сияқты олар байқамай қабады. Тістерінің өткір болатыны соншалық оңайлықпен босатпайды.
Қақпаның шаппасын қайырып, аяғыңды босатып алғаныңмен жарасы жуық маңда жазылмайды. Жара орны сыздап, ұзақ уақыт мазаңды қашырады. Оңласбектің әкесі ана бір кісімен етене араласады екен деген сөз желдей гулеп, барлық басқармаларды сумаңдап аралап жүр. Бұл жайттен департамент басшысы да хабардар сияқты. Бірақ әзірге істі жылы жауып қоя салсаңшы деген рай білдірген жоқ. Тірі адам болса бір сәрі, өлікті ұрлау оқиғасы министрлікке дейін жеткен соң қылмыстық істі соңына дейін жеткізу керек. Соңына дейін жеткізу керек, деп дауыстап жіберген Кенже өзі де байқамай қалды. Кірпікке тіреу қойылған соң ұйқыдан маза қашатынын біліп төсегінен тұрды. Темекісін тұтатып холға өтті. Одан әрі ас бөлмесіне өтіп, тоңазытқышты ашып көрді. Сарағаш минералды суынан стаканға құйып ішті де темекісін құшырлана сорды. Оның орнынан тұрып кеткен Рабиға да сессе керек, халатын киіп соңынан келді. Ұйқыңыз келмей жүрау шамасы, қатты шаршағандықтан болар, деп күйеуінің иығына костюм жапты. Рабиға өзінен 7 жас кіші. Келін болып түскелі күйеуіне сен деп көрмепті. Қашанда сіз деп сызылып тұрғаны. Кейде қылмыс ашылмай түнімен жүретін кездері болады ғой. Мұндайда Рабиға кештетіп келген күйеуінің алдынан тамағын әкеліп қояды да, жымиып бетіне қарап отырады. Неге кешіктің? Деп сұрақтың астына алмапты. Жары болып не істеп, не қойып жүрген бір ретте сұраған емес. Кенженің келгеніне қуанғандай өңіне бір сүйкімді шырай ойнап шыға келеді де, күлімсіреп жүріп ас-суын әзірлейді. Міне тағы да сол әдетімен түн ұйқысын бөліп күйеуіне қамқор болып отыр. Сен жата бер, мен қазір темекімді тартып болып барамын, деді Кенже. Рабиға күйеуінен көзінен аймалай қарады да жатын бөлмесіне кетті. Оңласбектің барлық қылмыстарын біріктіріп, дереу сотқа өткізу керек деп түйді ішінен. Не болса да енді көріп алайын деп іштей бекінді. Баяндауға рұқсат етіңіз, генерал-майор мырза. Криминалды полиция басқармасының бастығы, полиция полковнигі Кенже сымдай тартылды. Департамент бастығы оған отыр деп орындық ұсынды. Біраз кедергілер болатын білгенмін, дегенмен бәріне төтеп бердік. Оңласбектің әкесі де мықты екен, Астанаға дейін барып бізді біраз дүрліктірді ғой, деді департамент бастығы Арман Шуақбайұлы. Өмір деген қызық. Оның асау толқындарына түскен жан оңайлықпен жағаға шыға алмайды. Бірақ әділдік қашанда жеңеді екен. Жолымызда қанша кедергі болса да істі аяқтадық, деді Кенже. Әділдік адамдарға сенім сыйлайды. Ол қашанда жеңіп шығады, деді полиция генерал-майоры. Департамент бастығы терезе алдына барып сыртқа қарады. Далада қар борап тұр. Бір топ бала боранға қарай шанамен сырғанап жүр. Көше бойларындағы ағаштар бірін-бірі сабалап бебеу қағады. Ана қыздың жағдайы қалай болды, деп сұрады генерал-майор. Гүлбаршын ба? Сол қызды айтамын. Жігіт өліп, өзі Оңласбек басқаратын қылмыстық топтан қатты қорып қалғаннан соң ба, қалаға келуден қаймықты. Оңласбектің ұсталып тергеуде жатқан айтсақ, оның бандасы бәрібір маған тыныштық бермейді, дейді. Қыздың әке-шешесі де шошынып қалыпты. Қызымыз диплом алмаса алмай-ақ қойсын, бізге тірі жүргені керек деп алғашында қалаға жіберуден бас тартты. Енді 6 айдай ғана қалғанда университетті тастап кету обал ғой, зорға дегенде көндірдік. Қазір сабағында хабарласып тұрамыз, деді Кенже. Бұл бір игілікті іс болған екен. Керек болса ол қызға көмек берейік, деді Арман Шуақбайұлы. Қазір оған ең керегі қауіпсіздік. Қатты қорқып қалыпты. 2-3 күндей пәтері алдында күзетші қойдық. Бүгінде ептеп үйренейін деді. Сабаққа өзі келіп кетіп жүр, деді Кенже. Оған қарайғанның барлығы жау көрінеді. Бойы үйренгенше әлі де көмек беріп тұрыңдар. Учаскелік полиция инспекторлары кешке ол тұратын ауданға барып, өздерінің осында екенін сездіріп кетіп жүрсін. Әрине, пәтеріне бару ыңғайсыздық тудырады. Көше бойлап өткеннің өзі қыз үшін үлкен демеу ғой, деп Арман сағатына қарады. Жақында олардың соты болады. Қызды куә ретінде судья шақыратын шығар, деді Болатбек. Заңның аты заң. Біз оларға куәні шақырма дей алмаймыз ғой, деді бастық. Байғыз қыздың жүрегі жарылатын болды ғой, деп күрсінді Болатбек. Енді амал қанша? Айтпақшы, оған психолог қыздарды жіберіңіздер. Ертең сотта өзін-өз ұстай алуы, болған жайтты болғандай баяндап беру үшін оған да әзірден дайындық керек шығар, деді бастық. Психолог қыздар пәтеріне барып тұрса да болады, деді Кенже. Расау, қызға біз бара бере алмаймыз ғой, бірақ психологтардың барып тұрса еш сөкеттігі жоқ, деді Арман.
Олар тағы бір қылмыстық іс бойынша кеңесті де тарқасты. Бірнеше эпизодтан тұратын қылмыстық істі судья ұзақ қарады. Тамаша кафесінде жараланған жігіт жауабын бірнеше рет түрлендіріп бақты. Тергеуші алдында берген жауабынан жалтарғандар да көп еді. Қылмыстық топтың мүшелері Оңласбекті атағысы келмеді. Прокурор да оның ыңғайына жығылатын тәрізді. Өткенде кафедегі атыста куәгер Оңласбектің қолынан пистолет көргендерін, оның екі жігітті атып кеткен жазып бергенді. Енді мұққан атқан мен едім деп отыр. Мәйіт ұрлағандар сол алғашқы жауабында қалды. Маскүнем қайыршы болғанмен олар мәрттік жасады. Бізді осылай жасауға мына кісі жұмсады деп Оңласбекті көрсетті. Судья соңғы сөзін оқыды. Бір топ қылмыскерді 15 жылға кесті, біреулері 7 жылға сотталды. Ал Оңласбек келгенде басын тауға да тасқа да соқты. Ақыры оны да 15 жылға бас бостандығынан айырды. Судья адал жігіт екен. Әлдекімдердің ықпалынан қорқады ма деп едім, қылмыскерлердің барлығына әділ жаза тағайындады, деді кенже әріптестеріне. Әкесі бәрібір бұл істі бұздырамын, операциялық шағым жазамын деп жүр дейді ғой, деді Алмас. Қанша жерден мықты болғанмен баласын жауапкершіліктен құтқара алмады. Әділдік бар екен, деді Болатбек. Жігіттер, мына біздің иығымыздағы погонымыз сол әділдік үшін күреске арналған. Әділдікке жете алмасақ, оны өзіміз орната алмасақ, несіне заң орнында қызмет істеп жүрміз? Жалпы, әділдік бар жерде құдіретті күш те бар. Сол құдіретті күш адалдық деп аталады, деді Кенже. Гүлбаршын ше, ол қыздың жайы не болды? Деп қалды Алмас. Психолог қыздың оның сот алдында қалай сөйлеген айтып келді. Тайсалмапты. Болған жайтты қас қалпында айтып беріпті. Оңласбек қыз сот процесі өтіп жатқан бөлмеге кіріп келгенде орнынан атып тұрып қаққан қазықтай қалшиып қалыпты. Ол қызды өлді деп санаса керек. Сол өліп қалған қыз оның қылмыстарын баяндап шыққанда екі қолмен басын ұстап отырып қалыпты. Гүлбаршынға қарап тісін сықырлатып, оған өшпенділікпен қарапты деседі. Бірақ Гүлбаршын бұл жолы одан қорқа қоймапты, деді Болатбек. Япырай, қайсар қыз екен-ау, деп сүйсінді Кенже. Сол қайсар қызыңыз сот процесінен соң пәтеріне келіп, ағыл тегіліп жылады дейді психологтар, деді Алмас. Қайтсына енді, кеудесіне өксік, кек, өкініш, қайғы-мұң тұнып қалған ғой, деді Кенже. Иә, бұл бір қыз жылаған күн екен-ау, деді үнемі әдеби сөйлеуге тырысатын Болатбек. Иә, біз қаракөз қыздарымызды жылатпауымыз керек. Қыздардың қайғыдан жылағанның соңы осы Гүлбаршын болсын, деді Кенже. Олар кеңседен кеш шықты. Ақша қар жапалақтап жауып тұр екен. Ауа тынық, айналадан кіршіксіз тазалық аңғарылады. Ертең жаңа жыл еді.